Hello, my dear friends. Сәлем, қымбатты достарым. Бүгінгі тақырыбымыз The Past Continuous Progressive Tense, созылыңқы өткен шақ. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басыңыздар. Ендеше кеттік. Бұның құрылымы was немесе were көмекші етістіктері және де етістікке ing қосамыз. Мысалы, болымды сөйлемде I, he, she, it болған кезде was'ды қолданамыз да етістікке ing қосамыз. You, we, they болған кезде when қолданамыз да етістікке ing қосамыз. Болымсыз формасы I, he, she, it болған кезде was not немесе wasn't. You, we, they болғанда were not, weren't. Ал етістікке ing үнемі қосылып тұрады. Сұраулы сөйлем формасында was немесе were сөйлемнің басын алып шығып кетеді. Was I reading немесе was he reading? Were you reading? Жауабы yes, you were, no, you weren't немесе no, I wasn't, yes, I was болады. Past continuous'тың қолданылуы. Өткен шақта болған оқиғаны баяндау кезінде басқа әрекеттің тоқтауымен айтылған шақ. Мысалы, they were playing football when their mother called them. Олар футбол ойнап жатқан кезде оның анасы шақырып алды. Past continuous'тың тағы да мынандай кезде қолданылуы. Екі немесе одан да көп іс-әрекеттің қатар айтылып жатқанын баяндауда қолданылады. He was reading while his brother was watching TV. Ол кітап оқып жатқан кезде оның ағасы теледидар көріп отырды. Past continuous'тың қолданылуы. Өткен шақта нақты бір уақытта айтылған әрекетте қолданылады. At 6 o'clock last night I was talking on the telephone. Кешкі 6-да мен телефонмен сөйлесіп жатқанмын. Нақты бір уақыт айтылыпты. Уақытты белгілеуші сигнал сөздер past continuous'та қолданылады. While белгілі бір аралықта, when кезде, as all morning, ол немесе all day, all week, күні бойы, апта бойы, ай бойы, at 8 o'clock, at 6 o'clock a.m. таңғы сағат 8-де немесе тағы нақты қолданылатын уақытты белгілейді. Goodbye, see you soon. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басыңыздар. Goodbye.